Мен Бақтыбаев Аманғазы Жарасұлы 1970 жылы Шалқар қаласындағы кәдіргі 3-ші мектеп, ол кездегі мектеп-интернат, соны бітіріп, Ақтөбе қаласындағы нөмір 50-ші училищеде электромеханик ССВ мамандығын оқып, 74 жылы Шалқар белгі беру диспансында электромонтер жұмысынан бастап қызмет істедім. 2018 жылы октябрь айында 44 жыл жұмыс істеп осы мекемеде зейнеткерлікке шықтым. Жұмыс істеп жүргенде Қазақстан темір жолының көркеюіне біраз үлес қостық. Оның ішінде мына Шалқар белгі беру диспансында жұмыс істеп жүргенімде адамдардың, жұмыс жолаушылардың діттеген жеріне уақытында жету үшін, жүгінің уақытында жету үшін біраз қызметтер істедік. Мынау человеческий фактор дейді, адамдық факторлер болмас үшін, қауіпсіздік қамтамасыз ету үшін шалқарлық тәсіл дейді. Соны енгіздік. Қазір ол Қазақстан темір жолында соңғы информация болса Қарағанды дистанциясында соңғы станциялар қосылды. Және де 2013 жылдан бастап жұмысшылардың жұмыста жүргенде өмірлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін автомат түрде пойыздың келатқанын хабарлап тұратын автомат түрде хабарлап тұратын енгіздік. Және осы еңбектерімді бағалап, мен құрмет ордені, үздік басшы, үздік рационализатор, құрметті темір жолшы атағыларын алдым. Қазақстан темір жолынан марапаттады. Енді мен сол істеген мекемені өзіме шәкірттер дайындадым. Соның бірі Еңсепов Айдар Мақсұтұлы, құрметті темір жолшы, өзімнен кейін мекеме басқарды. Одан кейін ол зейнеткерлікке шыққаннан кейін Төпешев Нұрболат Қыдырбайұлы, және де осы мекеменің орынбасарлары Жолмағамбетов Бағдат, Бақтыбаев Елубай, Мұрталов Ерболат, осы менің шәкірттерім бәрі мекеме басқарып отыр, қуанамын. Мекемеміз 2025 жылы Қазақстан темір жол байланыс департаментінің көк туын жеңіп алып, өте бір қуандық коллективтің жетістіктеріне. 2025 жылы өзім жанұямда немерем Аружан мединститутқа түсті, медакадемияға Астана қаласында. Және де немерем Әлихан Шалқар қаласында, Шалқар қалалық, Шалқар аудандық, облыстық, республикалық турнирлерге қатысып бірінші рет қорғап шықты. Немерем Әділ бірінші классқа барды 2025 жылы. Немерелерім Әлихан бірінші, екінші тоқсан үздігі оқушы атанып 2025 жылы. Және де 2025 жылы өзімнің құрдастарым, класстастарым 70 жасқа толып, Хайдар, Мұқан, Сағитжан, Елтай, Сұлтан, Сәрсенбай, Нұрбай, Майра, Күлай, Күлаш, осыларды тойлады. Өте қуанышты бол 25 жыл, Құдай ұзағынан берсін. Және де көптен күтіп жүрген Ерғали құрдасымыздың баласы Южный Кореяда докторантурада оқитын Азамат деген ұлымыз үйленіп, өте қуанышты жағдай болды. Балдарға тілегімізді айтып, және де енді үлкен ұлым Арман өзінің жеке шаруашылық серіктестігін ашып, Қазақстан президентінің қазіргі берген жоспарында логистиканы дамыту, оның ішінде темір жолда Достық, Мойынты, қазір Ақтау портына дейін пойызды жүктерді тез жеткізу үшін Сексеуіл Жезқазған Қызылжар арасында реконструкция болып жатыр. Соған тендерге қатысып, сол нелерде жұмыс істеп, сондай жетістіктерге жетіп жатыр. Соған қуаныштымын. Және де
сол кезде мен 2000 шалқар бейнеу учаскесін қосқан кезде проект жасаған институт, Транспроект институты және рейл автоматика деген сол жігіттер менің сол кездегі білімімді, еңбектегі бағалап 25 жылы жұмысқа шақырып бір қуантып тастады. Сол қазір сол реконструкцияға қатысып Қазақстан Республикасына өзімді еңбегімді сіңіріп жатырмын, зейнеткер болсам да. Енді Қазақстан елімізде үлкен жетістіктерге жетіп жатыр. Солтүстік Қазақстанда сүт өңдеу, Қостанайда астық өңдеу, Ақтөбеде жүн өңдеу, Түркістан облысында мақта кластері құрылып, осындай жетістіктерге республикамыз жетіп жатыр. Бұның да көп жетістіктері бар. Сол жетістіктерін 26 жылы одан әрі жалғасып еліміз көркейе берсін. 25 жылғы қуаныштар, жақсы жағдайлар, жақсы жетістіктер 26 жыл жалғасын тапсын. Елімізге тыныштық, молшылық тілеймін.